Мен Малатаева Арымшаш Нұрболатовна, Инновациялық Еуразия университетінің жоғары Екібастұз колледжінің педагогика және психология пәнінің оқытушысымын. Педагог – бұл қоғамның айнасы, болашақ ұрпақтың тәрбиешісі. Ол тек білім беруші ғана емес, қоғамды өзгертуге ықпал ететін, жаңа идеялар мен құндылықтарды қалыптастыратын адам. Біз педагогтар өзіміздің күнделікті еңбегіміз арқылы балалардың ғана емес, барлық қоғамның дамуына үлес қосамыз. Ал қоғам бұл бір-бірімізбен байланыс орнатып, ортақ мақсаттар үшін бірге жұмыс істейтін күш. Қоғамға көмек көрсету әрбіріміздің борышымыз. Кішкентай іс-әрекеттер, жақсылық жасау қоғамды өзгертуге деген үлкен қадам. Мен және қоғам бұл бір тұтас процесс. Әрбір қадамың өзіңді ғана емес, айналаңдағы адамдарды да өзгертуге ықпал етеді. Менің міндетім балаларға білім беру ғана емес, оларды адамгершілікке, еңбекқорлыққа, төзімділікке, өз пікірін білдіруге үйрету. Олар болашақта тек өздерін ғана емес, қоғамды да өзгертетін басшылар болуы мүмкін. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп, бірлесіп әрекет еткенде ғана біз қоғамымызды жақсарта аламыз. Мен және қоғам бұл ұжымдық күш. Себебі менің жасаған еңбегім олардың өміріндегі маңызды қадамдарға ықпал етеді. Білімнің қоғамдағы маңызы артып келеді, ал педагогтардың рөлі сол арқылы одан да әрі ұлғайып отыр. Шәкірттің әр жетістігі, әр жеңісі мен үшін үлкен қуаныш. Менің қоғамдағы орнымды анықтайтын нәрсе, ол менің әрбір шәкіртіме берген тәрбием мен білімім. Әрбір білім беру сәті мен үшін болашаққа жасалған маңызды қадам. Сондықтан да мен үшін педагог болу бұл өз қоғамыңды сүю мен оған пайда тигізудің бірегей жолы. Мен және қоғам бұл бір-бірін толықтыратын екі элемент. Педагогтың қоғамдағы орны шексіз, ал қоғам өз кезегінде педагогқа қолдау көрсетіп, оны дамытуға мүмкіндік береді. Бұл екі күштің өзара байланысы болашақтың негізі. Мен өз жұмысымды адал атқарып, қоғамға, болашақ ұрпаққа үлес қосуды өзімнің басты міндетім деп санаймын. Мен үшін педагог болу тек өз ісіме жауапкершілікті емес, бүкіл қоғамға деген сүйіспеншілік пен құрметті білдіреді. Әрбір шәкірттің жүрегінде менің еңбек жолымның іздері қалатынын білемін. Олар әртүрлі салаларда, әртүрлі мамандықтарда жұмыс істейтін болады. Бірақ олар алған білім мен тәрбие арқылы қоғамға қандай да бір пайда әкелетініне мен сенемін.